Қайырлы күн, бүгін біз пияз қосылған нан әзірлейтін боламыз. Бірге жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Жақсылап араластырып болғаннан соң, ұнымыз бен қопсытқышты араластырып саламыз. Ұнымыздың мөлшері 900 немесе 850 грамдай болса жетеді. Барлығын жақсылап араластырып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды 15 минутқа тынықтыру үшін қойып қоямыз. 15 минуттан соң ашып, 4 бөлікке бөлеміз. 15 минутқа қамырымызды 4 бөлікке бөліп алғаннан соң 15 минутқа қамырымызды қойып қоямыз, ал ол уақытта біз ішіне салатын салмамызды әзірлейміз. Салмасы үшін бізге қажетті пияз болады және дәмдеуіштер қажет болады. Одан бөлекте қоспалар қосуға болады, мысалы ет немесе басқа да дәмдеуіштерді қосып әзірлесеңіздер болады. Ары қарай қамырымызды жайып бастаймыз. Бағанағы қамырымыздың бір бөлігін алып жаямыз. Бұл қамырымызды жайып болғаннан соң ішіне ұн сеуіп шетке қоя тұрамыз, өйткені келесі қамырды да жайып алу қажет болады. Екі қамырды бірдей жайып болғаннан соң ішіне салмасын салатын боламыз. Қамырымыз дайын болғаннан соң үстіне 200 мг сары майымызды ерітіп үстіне жағамыз. Бұның үстіне салмамызды салып, бағанағы жайып алған бірінші қамырымызды үстіне жаямыз. Оның үстіне тағы да салмамызды салып болғаннан соң самсаның қамырына ұқсатып, орап 20 минутқа холодильникке салып қоямыз. Дайын болған қамырымызды ыдысымызға май жағып немесе пальгаға қойып, осылай үлкейтіп аламыз. Оқтаумен істесеңіздер де болады. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Одан соң қызып тұрған пешке 200-220 градуста 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Дарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.